Assalamu alaikum hurmetli көрермендер. Biz Алматы қаласындағы Мизам деген базарда жүрміз. Міне жерде велосипед, мотоцикл көріп тұрғаныңыздай әр түрлі мотоциклдің түрлерін сатады. Бұны сатыла ма, өздеріңіздікі ма? Не, Индиядағы не дейтін еді осының атын? Типа мопед қой бұл. Мопед қой, бірақ ана Индияда бір индиялықтар бір нәрсе деп айтады. Сонда Индияда алып жүреді ғой адамдар. Такси қылса болады. Индиядағы такси ғой, Вьетнам. Аласыз ба не? Жоқ, просто көріп жатырмын, түсіріп жатырмын. Қанша екен? Асылы. Мопед, мотоцикл. Ява ма? Ява ма? Білмедім неме екен. Бағасы қанша екен? Бағасы қанша мына? 550. 250 күп па? Неме мына мотоцикл? 250. Карданмен де құралар, карданмен де. Налар қанша? Інім, налар қанша? 150. Мынау кішкентайлау, 90. Мынау не өзі? Мопед бола ма бұлар сонда? Электрондық қол тоқпен жүретін. Тоқпен жүретін ма? Кәдімгі кардан дейсің ба? Детский ма налар? Сеп емес кардан, Кардан. Тур осық, бірақ кардан мені. Ол қайсы қандай болса? Жүріңіз, мынандай жақтан көріп барайық. Қанша деді? 550 мың. Мыналар қанша екен? Мыналар қанша? Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Қандайлар керек еді? Осы сенен біреу бағасын біліп берді беді ғой. Менде бар ғой, қазір сразу түсіндіре салайын. Арғы басында ең ар жақтағы сиыр тұрған ең арзан пакеті, ең бюджетный варианты, бағасы 530 мың. Оның бер жағында қызыл тұр. Ол анаған қараған кезде качествосы мықты. Оның бағасы 630 мың. Оның бер жағында тұрған 850 мың теңге, ол самасы ол. Ар жағындағы екеуі бортовой. Үшеуінің де күзімінің размері бронда 160, мотор мощность 1200 ватт. Разницасы ең үшінші тұрғаны самасы бол, и оның качествосы мен ар жағында тұрған екеуінің качествосы салыстыруға келмейді. Үш түрлі качествода бар. Ал мынаның размері 130-да 180, мощності 1050 ватт, 700-800 кг салмақ көтереді. Қазір 1 тонна көтереді деп сатып жатқандар осы. Ал мына тонна көтереді деп сатып жатқандар мынау. Бұлар 1 миллион 150 мың. Борттың размері 135-те 220. Таза тонна көтеретіндер осы. Ана жерде тонна көтеретіндер деген ол кішкене реклама. Сіз жақсы түсіндіреді екенсіз. Рахмет, Алла разы болсын сіздің наныңызға жеп отырған. Бұл жерде мен мына салада бисмилля деп келіп бастап сатқан адамдардың біреумін. Солай ма? Мына Ақтөбе сол жақтарға да жібере аласыздар ма? Мен анау Россияға жіберемін, Өзбекстанға жіберіп отырмын. Мен ана ютубқа салғанда Өзбекстанға қалай жібересіңдер сонда? Алып кететін адамдар шығады ғой, қорықпасаңшы. Солай ма? Запчастьтан алып кетеді ғой. Жоқ, кеше мен ана ютубқа осы жерде салған едім ғой, біреу жібере аласыз ба дейді. Мен айттым, мен түсірдім. Жібере алмаймын, мен сұрап көрейін дедім да. Телефонын жібер десем, телефонын жібермей жатыр. Енді ол оқымады ма менің жазғанымды. Мен сізге телефонын әкеп берсем, сіздер сөйлесіп, өздеріңіз жібере аласыздар, Болды, Алла разы болсын. Рахмет сізге. Жақсы түсіндірдіңіз, молодец. Алла разы болсын. Сонша жыл нан жегеннен кейін жақсы біледі екенсіз. Өзім мамандығым, өзім істеп жүр. Нан тауып жатқан дүниенің техникасын түсінбесең, сол қалай сатасың? Сол дұрыс, өте дұрыс айтасыз. Біреулерді айтсаңыз түсінбейді ғой анау. Өз несі отырған түсінбейді, Качествосы қандай екенін де білмейді олар. Өйткені Оларға өтсе болды, де? Өтсе болды, еще бұл салаға жаңа келгендер. Айтқанмен айтып істейді. Молодец, жақсы, рахмет. Мынау қанша сіздікі? Мынау сізден ба? Мынау қанша екен? Мынау қанша мынау?
маған бір саудаға осы бір керегеде осындайларды жақсы екен негізі. Анау жүгімді алып арғы базарға баруым керек қой соған. Анау велосипед қанша анау? 20 мың. Мынау қызық екен, Мынау şu орында да бола береді, артқа шегінеді. Арқада шегіне ма? Бұлар қанша екен? 240. Мынау күшті екен ғой. Бір орын еді, 2 орын болып қалды, Şu орын. Алдына кішкентай бір нені да. Баланы отырғызып алуға. Мынау ұстайтын да бар екен, қараңыз. Ұстап отыра береді, ерлі-зайыптыларға жақсы екен да. Алдында баласы, өзі. Жақсы, рахмет саған. Мына жақта велосипедтер. Мына велосипед қанша екен? Мыналар? Ана 35-тен. Бір үш тұрған ба, осы қатар? Кейінгілері? Мынау бос. 70. Одан кейінгісі. 70. 60. Собай размер. Анау баяғы өзіміздің Оралға ұқсайды деген, Түзілісі. Олар 25-тен. Детский ғой олар, Коляска қанша екен? Собай 35-тен, 45-тен. Жақсы, рахмет. Осындай бағалар. Осындай бағалар. Әр жерде әр қалай. Кімде-кім басқа қалаларға заказ ететін болса, осы телефон нөмірлерін жазып берсеңдер, осы жерде сатып тұрған жігіттерге нөмірін береміз. Олар өздері сіздермен сөйлесіп жібереді. Кімде-кім жазатын болсаңыздар, жазыңыздар, жігіттердің өзі. Сөйлесесіңдерді, енді қалай жібереді, енді өздері біледі. Мынау қанша, інем? Мыналар қанша екен? Мыналар қанша екен? Осылар. Мынау тұрғандар. Мына біреу алып жатыр ма? Сатып алдың ба біреу уже? Мына жігіттікі ма? Сіз тексеріп беріп жатыр ма деп ғой? Мына қараңыз 540 мыңнан 600 ватт 20 бір амперлік болады. Мыналар 220 мыңнан. 220 мың? Иә, бұл да 21 амперлік. Мынау 185-ге бар. Осы. Біздер ана басқа облыстарға да жібере аласыңдар ма? Орап, нетіп? Телефон нөмірін әкеп берсем? Болды. Автобус табыз? Сізге сол Жоқ, сіз өзіңіз сөйлесіп, телефоннан жіберуіңіз керек та, сондай вариант жасап жатыр. Егер мен олмен келіссем, ол адам келсе, мен өзім алып кетем да сізден. Ақшаны сізге аударады, мен өзім жіберем. Сондай варианттар шығып жатыр ғой қазір. Маған біреу салып жібер деп жатыр да, мен барып сұрайын дедім. Мысалы, анау неде, сәлемде не бар ғой, фуралар. Мұш фураларға салып жібереміз ба? Мен сізге телефонын. Бірақ ол өзі түсіндіреді да, несін, қаншадан, қалай, қаншадан бересіз деген дейді. Мен сөйлесіп көрейін, Сөйлесіп көрсеңіз болды. Өзім де саудада жүрмін ғой, анау сәлемге зат жіберетін, көше ана ютубқа біреуін салсам, соған жазып жатыр да бәрі. Мынандай бар ма? Мен оны түсінбеймін дедім. Түсінбеймін расында, қанша, қалай, немен жүреді, мен білмеймін ғой енді. Өзің сөйлесесің, нөміріңді жібер дедім да. Солай нөмірін жібереді, сізге әкеліңіз, түсіндіресіз. Мен алып кетемін, ол ақшасын сізге салады. Солай жұмыс да егер жазып жатса. Түсіндіңіз ба? Жақсы, рахмет сізге. Осындай кімге керек болса телефон нөмірлерін жазсаңыздар, мына жігіттерге әкелемін. Сізге қандай түрі керек, қандай бағада керек, қандай мотоцикл керек, не керек, солардың бәрін өздеріңіз жазасыздар. Текке анау көріп болғаннан кейін ана астына телефон нөмірлеріңді жазыңыздар да, мен осы жерге сол
жігіттерге әкеп беремін. Мынандайлар бар екен, қара әдемі. Көрдіңіз ба? Қара, қандай әдемі. Нөмірін қандай түсі керек сол туралы жазып жіберсеңіздер. Міне, жүк таситындары бар. Өздеріңіздің үйге мініп жүруге енді әр қалай ғой. Неке, мынандайлар бар, міне. Не керек соны түсіріп суретін жіберсеңіздер, телефонның артына жазыңыздар. Телефоныңдарын жазсаңыздар, мына видеоны көріп отырғаннан кейін комментаторға жазасыңдар. Сол арқылы сол сөйлесеміз. Мынандайлар бар, міне. Сөздің қысқасы, осы мотоциклдің түрлеріне қызыққандар болса, жазыңыздар. Біз сіздерге кете береді ар жағаны. Ең көтерме баға осы жер. Өткенде біреу жазған еді. Нөмірің жазып жібер десем, әлі жазбады, енді жазатын шығар. Егер жазатын болса, сол жігітке сал жіберемін. Жолдарын біліп алдық енді. Соған токпен істейтін бар, бензинмен істейтін бар. Мынандай түрлері бар, мінекей. Қараңдар, мына кейін шыққандар қараң. Ой, шіркін күшті екен. Алдыға да артқа да жүреді. Бұл ма? Алдыға 5 көрсі, артқа 5 көрсі бар. Ой, рахмет. Қаншадан дедіңіз? 580 мың болады. 580 мың. Бұл қалай аталады өзі, не? Қазановый G6 созып дейді. Басқа облыстарға да жібе бар ма? Бар, дастан тегін, Қазақстан бүкіл қалаларына тегін жеткізіп береді. Ой, рахмет, Алла разы болсын. Мына ертең біреу заказ қылады ғой, сонда сізге келсем болады, Ол нөмірін жазып алсаңыз. Иә. Жоқ, сіздің ол нөмірін жіберсін де, мен сізге әкеп беремін, сіз өзіңіз сөйлесесіз. Түсіндіресіз де жаңағыдай қылып. Қаншадан, қалай? Кеше біреулер сұраған. Алып. Жақсы, рахмет сізге. Алып. Осындайлар бар. Мынандай бар, міне бағанағы. Мынандайлар бар, міне. Мына жерде отырасыз, артында бір адам отырады. Ой, мынау вообще басқаша ғой, қараңыз. Бензинмен жүре ма деймін, неде басқаша екен. Екеуі басқаша. Мына дөңгелектеріне қараңдар. Бұл жүкті жақсы көтеретін түрлері ғой деймін. Мыналарға қарағанда міне. Алардікі сәл дөңгелектері кішкентай екен. Мынау да бар екен, кішкентай. Жақсы, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Кімге осындайлар керек болса жазыңыздар, өтініш. Мен осы жерге келіп, орап, жақсылап, бағасына келсек, солай жібереміз. Жақсы, аман болыңыздар.